Жамбыл облысының әкімі Ербол Қарашөкеев шетелдік инвесторлармен кездесті. Кездесу барысында италиялық Конфиндустрия Казахстан компаниясының бас директоры Валтер Макчи компания өзінің 113 жылдық тарихында ең маңызды бизнес-ассоциацияға айналғанын жеткізді. Валтер Макчи өткен жылы Астана қаласында филиалы ашылып, жемісті жұмыс істеп жатқанын сөз етті. Ол өз жобасын таныстыру барысында қаланы дамыту және білім алмасу мәселесіне қатысты. Нақты айтқанда, архитекторлар мен инженерлер дайындайтын италиялық іргелі оқу орнының филиалын ашу туралы жоспарларын ұсынды. Облыс әкімі Жамбыл облысы химия өндірісінің отаны саналатын, жалпы қазіргі таңда өндірісін өркендетуді мүмкіндігі мол екенін тілге тиек етті. Аймақ басшысы қаланы дамытуға қатысты жобаны таныстырылымында Тараз қаласының дизайн кодын қалыптастыру қажеттігін атап өтіп, Тараз қаласы әкімі Бақытжан Орынбековке аталған бағыттағы жұмысты қолға алу және арнайы мамандар даярлайтын оқу орнынан облыстағы филиалын ашу ісін жан-жақты мүмкіндіктерін қарастыруды тапсырды. Бұдан кейін қытайлық CEC Oversize Investment компаниясының өкілі Тао Джанг пен Гао Киан Кюн өз жобаларын таныстырды. Өткен айда президентіміз Қытай Халық Республикасына ресми сапары сәтті өтті. 上个月呢，我们总统去考察中国的时候非常顺利。 Си Цзиньпин мырзамен бірталай өте ауқымды стратегиялық келісімдерге қол жеткізді. 然后习近平总统呢，在中国也是当时就是说有很多战略方针。 Негізі Жамбыл облысы біздің басқа 20 өңірлермен 19 өңірлермен салыстырғанда бізде химиялық өндірістің орталығы деп саналады біріншіден. 在整个各大州里面呢，咱们江布尔州属于是做化学类这一块是最大的。 Біздің энергетика жағынан да жел энергетикасы, күн сәулесі энергетикасы өте жақсы дамыған. Біз көшбасшының ішіндегі бір көшбасшы регионымыз. Тао Джангтың айтуынша, компания бірнеше бағыт бойынша жұмыс істейді. Оның ішінде компания жанартылған энергия өндіру, суды тазарту және су қоймаларын салумен айналысады. Бұл компания әлем бойынша энергетика саласына инвестиция салуда 11-ші орында тұрса, инвестицияға бағамы да өте жоғары. Ербол Қарашөкеев компания өкілдеріне облыстың инвестициялық әлеуетінің жоғары екендігін айтып, мүмкіндіктер мен ұсыныстарды тиісті салалық басқармалармен бірге талқылаудың маңыздылығын баса айтты. Облыс үшін тиімді жоба болатын болса, жергілікті билік тарапынан жан-жақты қолдаулар көрсетілетінін жеткізді. Тахмина Талибжан, Ислам Қамшыбек, Азамат Пескенов, Жеті Ньюс.